Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі. Студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгінгі хабарымызда. Тамыздың 2-ші жұлдызында десантшылар күні аталып өтілді. Әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау әрқайсымыздың міндетіміз. Бүгінгі Қазақстанда дәстүрлі емес діни ағымдар проблемасы ең өткір тұрған өзекті мәселенің бірі болып отыр. Тамыздың 2-ші жұлдызы десантшылар күні. Осы күнге орай жұртшылық арасында қанатты гвардия және көгілдір береттер деп аталып кеткен сарбаздар бас қосуды әдетке айналдырған. Қаламыздағы әуе десантында борышын өтеп келген азаматтар қалыптасқан дәстүрге құрметпен қарап, әуе десант әскерлерінің 86 жылдығын Кеншілер сарайында бастау алып, Тағзым мемориалдық кешеніндегі ескерткішке гүл қоюмен жалғастырды. Әуе десант әскерлерінің құрылғанына биыл 2-ші тамызда 86 жыл толды. 1930 жылы 2-ші тамыз күні Мәскеу әскери округінің әскери әуе күштерінің жаттығуларында Воронеж түбіне парашютпен 12 адамнан тұратын десантшылар бөлімі қонған. Бұл парашютты десантшылар бөлімінің қауқарын, болашағын байқауға мүмкіндік берген. Осы күннен бастап десантшылар күні аталып өтіледі. Осы айтулы күнді атап өту үшін Кеншілер қаласындағы әуе әскері қатарында борышын өтеген жауынгерлер Кеншілер сарайының диско залында бас қосты. Отан алдындағы борышын адал атқарған майдандастар, жауынгер сарбаздар бір-бірімен қауышып, әскери жылдарды еске алысты. Бас қосу аясында әуе десантында борышын өтеген ардагер сарбаз Атайлы Ахметов және де ауған соғысы ардагерлерінің төрағасы Сайлау Қайранбеков өз кезегінде әуе әскерлеріне жылы лебіздерін жеткізді. Отанды қорғаудың озық үлгісін көрсетіп, өскелең ұрпақтың бойында патриоттық рухты қалыптастыру жұмысында табыс тіледі. Одан әрі салтанатты шара ардагер десанттарды марапаттаумен жалғасты. Әуе десант әскерлерінің қолбасшысы болған генерал Василий Маргеловтың медалімен Анатолий Гончаров, Нұрлан Жұматай, Алексей Таубеков, Александр Шукин, Алексей Беляев және де Анатолий Марков сынды ардагерлер марапатталса, Сайлау Қайранбеков және Хайролла Өтемісов генерал Василий Маргеловтың орденімен марапатталды. Әуе десантшылары ел мен жерді қорғауда қашанда жанқиярлық ерлік пен қаһармандықтың рухын көрсетіп келеді. Әскери салада әуе десанттарының ұтқырлығы, олардың шұғыл әскери әрекеттері ел мен жер тыныштығын сақтауда ерекше маңызға ие. Осылайша бас қосқан әуе десант әскерінің сарбаздары салтанатты шара соңын қайырымдылық іспен жалғастырып, гүл шоқтарын қоюға аттанды. Бас қосудан соң десантшылар қаламыздағы номер 1-ші орталық аурухананың балалар бөліміне бас сұғып, қайырымдылық жасауды ұмытпады. Арнайы өздерінің дайындаған тәттілерін ұсынып, орталық ауруханаға балалардың тыныс алу аппаратын сыйға тартты. Десантниктер күні. Осындай әскери қызмет бар. Спасибо. Решили подарить торты. Пусть у них жизнь будет всегда сладкая. Спасибо. Давайте. Торты отдайте детям. Вы так, пакет возьмите. Здоровья. Пожалуйста. Сайыпқыран десант жауынгерлері әскери дайындықтың жоғары үлгісін көрсетіп, отан алдында қасиетті борышын өтеу барысында барлық әскери ауыртпашылықтарды мойымай көтеріп келеді. Бір ғана мысал, ауған соғыс кезінде негізгі операциялар десантшылардың қатысуымен өткізілген. Әуе десанттары күніне арналған кездесуде десантшылар Тағзым мемориалдық кешенінде орын тепкен ауған соғыс ардагерлерінің құрметіне қойылған ескерткіш алдында тағзым етіп, гүл шоқтарын қойды. Отан үшін отқа түскен сарбаздарды 1 минуттық үнсіздікпен еске алды. Негізі биыл атап өтейік, тәуелсіз Қазақстанның әуе ұтқыр әскеріне 16 жыл толып отыр. Қазіргі кезде әскердің бұл түріне мемлекет тарапынан ерекше мән беріліп келеді. Себебі мемлекеттік қауіпсіздік маңызы бар міндеттер ең бірінші десантшыларға сеніп тапсырылады.
Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Халқымыз қашанда нәзік жанды әйелдерді қастерлеп шаңырақтың ұйытқысына, ырыс пен бірліктің символына балаған емес пе? Үйдің киесі жақсылық біткеннің діңгегі санап, нәзік жанды деп төріне шығарып жоғары бағалаған. Бүгінгі таңда әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау басты мәселе ретінде қаралып, алдын алу шаралары кеңінен қолға алынуда. Өркениеттің алғашқы нышанының бірі әйел теңдік екенін ескерсек, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен гендерлік теңдікке үлкен мән беріліп, еліміздің Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясына қосылғаны тегін емес. Ал ата-бабаларымыздың ертеден қыз елдің көркі, жұмақтың кілті аналардың табанының астында деп ерекше дәріптеуі халқымыздың әйел баласын ерекше көңіл бөліп, қоғамда айрықша орын бергенін көрсетеді. Жалпы әйел азаматшаларын қорғауда бүгінгі таңда бірнеше заң қабылданып жұмыс жасалуда. Ішкі істер органдарына шағымданып келген әрбір жәбір көруші қыз-келіншектердің аналардың арыздары назардан тыс қалған емес. Олар бойынша тиісті тексеру анықтау жұмыстары да жүргізіліп, нәтижесінде заңды шешімдер қабылдануда. Мәселен, Сәтбаев қаласы ішкі істер бөлімінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы Гаухар Жүнісованың айтуынша, үстіміздегі жылдың 7 айында 175 құқық бұзушылық және қылмыс фактісі тіркелген. 2016 жылдың 6 айдың ішінде барлық әйелдерге қатысты 175 құқық бұзушылық пен және қылмыс факт тіркелді. 2015 жылы 253 құқық бұзушылық және есептік кезінде әйелдерге қатысты бізде құқық бұзушылықтардың отбасы тұрмыстық саласындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін 174 қорғау нұсқамасы шығарылды. Оның ішінде 7 қорғау нұсқамасын бұзу факты дерегі бізде тіркелді. Ол барлығы 7 дерегі біздің сотқа жолданып отыр. Сонымен қатар жергілікті полиция қызметінің ювеналдық полиция тобының инспекторларымен, учаскелік полиция инспекторларымен бірігіп профилактикалық іс-шара жүргізіліп жатыр. Рейдтік іс-шара өткізген кезде бізде ішкі істер бөлімінде тұрған, есепте тұрған тұлғалармен тұрғылықты мекен-жай бойынша тексеріліп жатыр. Оның ішінде қорғау нұсқамасы шығарылған, ерекше талап шығарылған, осы санаты бойынша бізде тұрғылықты мекен-жайына тексеріліп отырамыз. Бұл жағдайларда көмекке мұқтаж аналарға материалдық, моральдық тұрғыдан көмектесіп, оларды қандай да бір еңбекпен қамтитын, психологиялық жағынан сауығуына көмектесетін, қалыпты өмір сүруіне жәрдемдесетін бүгінде дағдарыс орталығы да қаламызда жұмыс жасайды. Бүгінгі таңда шаңырақ дағдарыс орталығымен бірлесіп 22 азаматшаны қабылдаса, 6 азаматшаға заңгерлік, 19 әйелге психологиялық көмек көрсетілген. Алайда отбасындағы зорлық-зомбылық құрбандарының көпшілігі моральдық тұрғыдағы мінеуден қорқып, құқық қорғау органдарына шағымданудан бас тартып жататыны да белгілі. Осыған сәйкес әйелдер мен қыздар арасында әйелдердің құқықтық сауаттылығын арттырып, зорлық-зомбылықтардың түрлері мен себептерін зерделеп, алдағы уақытта қылмыстық әрекеттерді болдырмау бағытында тиісті профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде екенін әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторы Гаухар Жүнісова атап кетті. Шаңырақ дағдарыс орталығымен тығыз жұмыс жүргізіліп жатыр. Яғни барлық қалада бар мекемелерде оқушылардың арасында, студенттердің арасында бізде профилактикалық әңгіме жүргізіледі. Қазіргі таңда Шаңырақ дағдарыс орталығы бізде жұмыс істейді. Оның жетекші бізде Абдуалиева Қалымқас Қадырбаевна. Шаңырақ дағдарыс орталығында яғни әйелдер қиын жағдайда болған кезде сойаққа баруға болады. Шаңырақ дағдарыс орталығында бізде психология және юрист дейді ғой, заңгердің көмегі көрсетіледі. Барлық көрсетілген. Ислам дінінің атын жамылып, түрлі ағымдар мен ұйымдардың жетегінде кетіп жатқан жастар мәселесі бүгінгі таңда өзектілігін жоймай отырғандығы белгілі. Түрлі діни жат ағымдардың қоғамға қатер төндіріп, олардың қоғамымызға ілгерілеп кіруі еліміздің тұтастығына нұқсан келіп отырғаны айқын. Тәуелсіз еліміздің дамуының бірден-бір ерекшелігі қоғам өміріндегі діннің нығаюы болып табылады. Баршамызға белгілі, соңғы уақыттарда дінге сенушілер саны көбеймесе азайған емес. Соның ішінде халқымыздың 70%-дан астамы асыл дініміз исламды ұстанады. Қазіргі таңдағы ең маңызды мәселенің бірі қоғамдағы діннің рөлі, еліміздегі діни ахуал. Діни сенім қоғамдық сана мен мәдениетімізде үлкен орынға ие. Сонымен қатар шын мәнінде діннің рухани қуаты, ғасырлармен шыңдалған адамгершілік қағидалары ел бірлігі мен адамдар татулығының, әсіресе жастардың рухани моральдық
тәрбиесінің қайнар көзі болып отыр. Әрине, ауыз толтырып айтар шаруа жеткілікті десе де, осы салада жетістіктерімізге қоса көлеңкелі жақтарымызда жоқ емес. Оған себеп еліміздің төрінен орын алған түрлі ағымдардың бой көрсете бастауы. Олардың кейбірі сан ғасырлар бойы санамызға сіңген дәстүрлі дінімізден азғырып, даурығып, құлағымыз бен құлқынымызға жат пікірлерді тықпалап адастыруда. Оны әдетке де айналдырған сынайлы, ал шындап келгенде мұның барлығы ел ынтымағына, береке-бірлігімізге зиян екені белгілі. Қазіргі әлемде соңғы болып жатқан оқиғаларға байланысты мән беретін болсақ, жалпы діни экстремизм, осы діни сипаттағы экстремизм кең етек жайып келеді. Енді діни экстремизм дегеніміз не? Діни экстремизм дегеніміз қандай да бір мақсаттарға, көздеген мақсатқа жету жолында діннің атын жамылып іс-әрекет етуді діни экстремизм деп атайды. Бұл негізде экстремизмнің негізі діннен табылады. Мысалға, қазір 21 ғасырда бұқаралық ақпарат, батыстың бұқаралық ақпарат құралдарына мән беретін болсақ, діни экстремизм негізі ретінде ислам діні мен терроризм мен экстремизмді ислам дінімен байланыстырып жатады. Алайда шындап келетін болсақ, тарихқа көз жүгіртетін болсақ, тарихта экстремизмді христиан діні мен будда дінімен байланыстырған оқиғалар тіркелді. Алайда біз нені білеміз? Жалпы қандай да болсын дін, әлемдік діндердің ешқайсысы адам баласын экстремизм мен терроризмге шақырмайды. Соның ішінде жалпы ислам дінін алатын болсақ та, ислам діні де адам баласын қырып жоюға, бүлдіруге, басқа да зиян тигізетін әрекеттерге шақырмайды. Қандай да бір сенім жүйесіне сүйенетін болсақ та, біздің сеніміміз басқа адамдардың өміріне зиян тигізбеуі тиіс. Сондықтан қазіргі таңда бір 21 ғасырдың осы проблемасы ретінде барша адам, барша қоғам ретінде біз осыған қарсы күресуіміз қажет. Біз оған қалай күресе аламыз? Жалпы осы таяу шығыс елдеріндегі демекші террористік ұйымдар, террористік экстремистік ұйымдар әлеуметтік желілер арқылы, ВКонтакте, Facebook болсын, интернет желісі арқылы өздерінің үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді. Сол үшін балаларымызды, немесе өсіп келе жатқан жасөспірім жастарды осы жолдан, осы идеологиядан аман сақтағымыз келсе, біз өз балаларымыз абай болып, балаларымыз қандай видео қарайтын, қандай топтарда отыратынына мән беруіміз керек, және қандай ақпарат алатынында да мұқият болуымыз қажет. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Жағымды жаңалықтарда жолыққанша аман сау болыңыздар.